Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын тапаншы тағамын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші біз керек заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Бізге тауық еті қажет, картоп, пияз, болгар бұрышы, укроп және приправалар қажет болады. Бұл жерде тауық еті бізде 3 адамға арналған тауық етін пайдаландым. Картошканы соған лайықтап дайындап аламыз. Егер де ащы жақсы көрсеңіздер, стручковый болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Ең бірінші біз қабамызға майымызды құямыз, сәл қыздырып алып, үстіне 2 ас қасық құм шекер саламыз, яғни қант саламыз, кішкене араластырып аламыз. Міне одан кейін тауығымызды салып, жақсаптырып қуырып алатын боламыз. Міне құм шекерді біз тауықты қызарту үшін саламыз. Қараңыздар, өте күшті болып қызарып шықты. Дәмі өте керемет болады, ешқандай тәтті болмайды. Тауығымыз қуырылғанша біз көкөністерімізді турап аламыз. Пиязымызды сәл үлкендеу қылып тураңыздар, майдаламаңыздар. Одан кейін болгар бұрышында осылайша видеода көрсетілгендей сәл кішілеу қылып турасаңыздар болады. Одан кейін картошкамызды үлкендеу қылсаңыздар өте дәмді шығады. Мен бұл жерде кішілеу қылдым, өйткені тез пісу үшін бізге уже уақыт болып қалды тамақ ішетін, сосын кішіректеу қылдым. Одан кейін қызанағымызды да турап аламыз, керек емес жерлерін алып тастап, осылайша видеоғыдай тураймыз. Укропымызды да майдалап аламыз. Барлығын дайындап қойдық. Жаңағы тауығын етіне пиязымызды салып, кішкене қуырып алатын боламыз. Одан кейін картошкаларымызды саламыз. Керекті приправаларды саламыз, бұрыш, тұз, тауыққа арналған дәмдеуіштер, томатымызды салып, барлығын қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз да, 10-15 минуттай картошкамыз піскенше жақсылап бұқтырып қуырып аламыз. Егер кішкене күйіп кететін болса, 100 мл су құйсаңыздар болады. Міне біздің тауығымыз пісіп жатыр. Әлі картошкамыз сәл қаттылау болып тұр. Кішкене пісіреміз де, міне тауығымыздың үстіне 5 минут қалғанда картошканы пісуге болгар бұрышы мен помидорды салып, араластырып алып, 5 минут бұқтырып алатын боламыз. Міне тауығымыз, тапаншымыз дайын болды. Өте дәмді шығады. Енді міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Балапандарыңыз ұнайды деген үміттеймін. Менікі сәл күйіңкіреп кетті, бірақ дәмі деген керемет болды. Видеоға міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Захинур асханасы. Ас болсын.